Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, қалайсыздар? Сіздермен бірге Азамат, және бүгін біз ең мықты кәсіпқой боксшыларымыздың бірі WBO мен IBF чемпиондық белбеулердің иегері Жәнібек Қазақстан Әлімханұлы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Батыр боксшымыз осы аптада өзінің IBF белбеуін міндетті үміткер новозеландиялық орыс Андрей Михайловичке қарсы қорғайтын болады. Егер де Жәнібек жеңіске жетсе, орта салмақтың көшбасшысына айналып, нағыз жұлдызды боксшылармен кездеседі. Соған орай, бүгінгі видеомызда біз біраз қиыншылықтарды бастан өткізіп, ешқашан берілмей, әлемдік додадағы бокс жұлдыздарын қорқытып, ұйықтатып келе жатқан Жәнібек Әлімханұлы туралы сөз қозғаймыз. Және де оның спорттық мансабы мен жеке өмірі туралы айтатын боламыз. Кетті. Достар, сіздердің арқаларыңызда біздің арнамыз 4000 көрерменге жетті. Осы үшін сіздерге көп рахмет. Ендігі мақсат 5000 тіркелуші. Бұл үшін осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір жазып кетіңіздер. Сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Айтпақшы, кезінде біздің арнамызда Жәнібек Әлімханұлы қалай бокс супер жұлдызына айналады деген видео шыққан еді. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, қарап кетсеңіздер болады. Жәнібек 1993 жылы 1 сәуір Алматы облысы Алакөл ауданы Жыланды ауылында дүниеге келген. Орта жүз Уақ руының тумасы. Жастайынан қатардағы балдармен төбелесіп жүрген Жәнібек 6 жасында бокс залының есігін ашқан. Сол ауылда Жәнібектің алғашқы бапкері Мұрат Сықымбаев болатын. Кейін Жәнібек Алматыға көшкенде осы Мұрат атты бапкермен жолығып, соның қол астында жаттыға бастады. 2012 жылы 19 жасында Жәнібек орта салмақта Қазақстан чемпионы атанды, ал 2013 жылы Азия чемпионатында жеңіске жетті. Сол жылы Алматы қаласында өткен әлем біріншілігінде чемпион атанған. Жәнібектен басқа сол кезде Мерей Ақшалов пен Данияр Елеусінов те чемпион атанды. Ал 2014 жылы Жәнібек Азия ойындарының жеңімпазы атанған болатын. Келесі 2 жыл бойы Жәнібек орта және де жартылай ауыр салмақтарда Қазақстан чемпион атанды. Сол кезде әлемдік бокс сериясында Астана Арланс командасының атынан өнер көрсетіп, 2015 жылы чемпион атанды. Бірақ жарақаттың кесірінен ол ақтық мәреде финалда өнер көрсеткен жоқ. Оның орнына Мейрам Нұрсұлтанов бокстасқан болатын. Командада Жәнібектен басқа Теміртас Жүсіпов, Данияр Елеусінов, Иван Дычко, Асланбек Шынбергенов және де тағы басқа мықты боксшылар болған. Сондықтан бұндай құраммен қалай чемпион атанды деген сұрақ болмайтын шығар. Солай 2016 жылы Риода өткен Олимпиада ойындарында Жәнібек чемпион болуды көздеген. 1-16-да британдық Энтони Фоулерді, ал 1-8-де Алжир боксшысын жеңген еді. Бірақ ширек финалда Ақтөбе қаласында туып өскен Қазақстан бокс мектебінің түлегі әзербайжандық Камран Шахсуварлыға есе жіберді. Кейін 2017 жылы соңғы рет әуесқойлар арасында өнер көрсетіп, Қазақстан чемпионатында ширек финалда жеңіліс тапты. Осы жеңілістен соң толығымен кәсіпқой боксқа көшуге шешім қабылдайды. 2016 жылдың соңында Алматыда өткен бокс кешінде Жәнібек колумбиялық Милтон Нунеспен кездесті. Тәжірибелі боксшы бұған дейін WBO уақытша чемпиондық белбеуі үшін Головкинге қарсы шыққанымен бірінші раундта нокаутпен жеңіліс тапты. Бұл жекпе-жекте де осы сценарий қайталанды. Себебі Жәнібек өз күшінің сиқырын көрсетіп, қарсыласын алғашқы раундта нокаутқа түсірген. Дәл осылай Жәнібек кәсіпқой мансабындағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Кейін тағы да бір рет Қазақстанда өнер көрсетіп, Жилберто Сантуш атты боксшыны ұтты. Ары қарай мансабының дамуы үшін ағасы Берік Сұлтанмен бірге Америкаға көшіп барған еді. 2018 жылдың мамырында әйгілі менеджер Эгис Климаспен жұмыс жасап, аты аңызға айналған Боб Арумның Топ-Ранг промоутерлік компаниясымен келісімшартқа отырды. Бүкіл бокс әлеміне аты шыққан Бади Магирттің қол астында жаттығып, чемпиондық белбеулерді көздей бастайды. Айтпақшы, осы Бади Магирттің қол астында аты аңызға айналған Артур Агатти дайындалған болатын. Осылайша ақш-тағы мансабын бастап, 2 ай ішінде қатарынан 2 рет төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Карлос Гальван мен Вон Александрды жеңгеннің арқасында алғаш рет орта салмақтың рейтингтеріне кіре бастайды. 5 айдан соң Жәнібек американдық Стивен Мартинеспен кездесті. 18-4 рекордына ие боксшы Жәнібекті сезбеймін деген оймен шыққан еді. Алайда 5 раундқа созылған жекпе-жекте айтқан сөздері үшін өкініп қалды. Дәл осы 5-ші раундта Жәнібек қарсыласына дәл соққылар тастап, техникалық нокаутпен жеңіске жетті. 2019 жылдың 12 сәуірінде Жәнібек Кристиан Оливес атты мексикандық боксшымен кездесіп, сол кезде бос тұрған WBO Global және де WBC Continental America чемпиондық белбеулері үшін бокстасқан еді. Берілген 10 раундтың барлығында Жәнібек қарсыласынан айқын басым түсіп, төрешілердің шешімімен сенімді жеңіске жетті. Бұған қоса, жаңа айтқан WBO Global және де WBC Continental America белбеулерін жеңіп алды. 2019 жылдың жазында Жәнібек белбеулерін канадалық Стюарт Макленнонға қарсы қорғады.
кездесу алдында канадалық боксшы Жәнібекті боратқа тиіп мазақтаған еді. Бірақ жекпе-жекте айтқан әр сөзі үшін өкінген болатын. Себебі Жәнібек 5 раунд бойы оңбай таяқ жегізді. Екінші раундтың соңында Жәнібек дәл апперкотпен алғашқы нокдаунға түсірді. Ал 5-ші раундта тағы да бір рет құлатып, қарсыласын жазалай бастады. Канадалық боксшының миы шайқалғанын байқаған төреші тез арада жекпе-жекті тоқтатып, жеңісті Жәнібекке берген болатын. 2020 жылдың соңында Жәнібек аргентиналық Гонзало Кориямен кездескен болатын. 16-да 2 рекордына ие болған боксшы бұған дейін біраз мықты қарсыластарды ұтып келген. Жекпе-жек басталысымен Қазақ стайл жоғары темпті ұстап, қарсыласын бірінші раундта тізе бүктірді. Кейін екінші раундтың соңында әдемі соққы сериясымен Корияны ауыр нокаутқа түсіріп, жекпе-жекті аяқтаған болатын. 2021 жылы Жәнібек WBC Континенталь Америка белбеуін 26-да 2 рекордына ие Роб Брантқа қарсы қорғады. Америкалық боксшы 30-ға жуық жекпе-жек өткізіп, бұрынғы WBO чемпиондық белбеуінің иесі болған. Алайда Жәнібекте қарсыласпен ешқашан кездеспеген еді. Себебі Қазақ стайлдың қысымына шыдай алмай, таяқ жеп жүріп, 6-шы раундта нокдаунға түскен. Ал 8-ші раундтан соң жекпе-жекті ары қарай жалғастырудан бас тартқасын Жәнібек кезекті жеңісіне қол жеткізді. 4 ай өткен соң Жәнібек тәжірибелі камерундық француз боксшысы Хасан Ндам Нжикаммен кездесті. Кезінде WBO және де WBA чемпиондық белбеулеріне ие болған боксшы Жәнібекке нағыз тексеріс болатын. Осы жекпе-жек арқылы Жәнібек чемпиондыққа лайық боксшы ма деген сұраққа жауап күткен. Алайда батырымыз қарсыласын сезбей ойнап жүріп сабады. Солай 8-ші раундтың ортасында техникалық нокаутпен жеңіске жеткен еді. Осының арқасында Жәнібек әлемдік рейтингтерде көтеріліп, WBO чемпиондық белбеуіне басты үміткер атанды. 2022 жылдың мамырында Жәнібек британдық Дэнни Дигдомен кездесті. Осы жекпе-жекте WBO уақытша чемпиондық белбеуі ойнатылған болатын. Жекпе-жек басталысымен Жәнібек өзінің не үшін шыққанын көрсетіп, қарсыласын ауыр соққылармен жазалап жүрді. Кейін екінші раундтың ортасында Дигдомды апперкотпен таза нокаутқа түсірді. Анау апперкот ше? Бүйтіп тұрады да, ойнап тұрады да. Спать, ёпта, спать. Ана жерде комментатор бақырады ғой, прикиньте атауы. Дәл осылай Жәнібек Әлімханұлы орта салмақтағы WBO уақытша чемпионы атанған еді. Кейін Жәнібек тұрақты чемпион Димитриус Андраданы жұдырықтасуға шақырған болатын. Алайда құлайтынын білген боксшы бірден чемпиондық белбеуінен бас тартып, Жәнібекке WBO тұрақты чемпион атағын берген еді. Сол жылдың соңында Жәнібек WBO чемпиондық белбеуін қорғауға кірісті. Алғашқы болып британдық тәжірибелі боксшы Дензел Бентли шыққан еді. Осы боксшыға дайындық барысында Жәнібек ауыр жарақат алып, ұзақ уақыт бойы өзіне келе алмай жүрді. Кейін ота жасатып Лас-Вегас қаласындағы бокс кешін басқарған еді. 12 раундқа созылған жекпе-жекте үміткер біраз рет өзін жақсы көрсеткен. Алайда әр кезде Жәнібек басым түсіп, бүкіл берілген уақыт бойы бокстасып шығады. Солай төрешілердің шешімімен орта салмақтағы WBO чемпиондық белбеуін қорғап шықты. Бұдан соң әр боксшы Жәнібекпен жұдырықтасуға бас тартты. Жермел Чарло, Хайме Мунгия және тағы басқалары Жәнібекпен бокстасқанша ақшаға толы мешоктарды ұрайын деп Қазақ стайлдың жекпе-жекке шақыртуларынан бас тартып жүрді. Солай тәжірибелі канадалық боксшы Стивен Батлер Жәнібектің шақыртуын қабылдап 2023 жылдың 13 мамырында жұдырықтасқан болатын. 28 жастағы Батлер 33-те 2 рекордына ие болып, біраз мықты боксшыларды жеңген еді. Жекпе-жек басталысымен Жәнібек рингтің ортасын алып, бірден прессинг жасап, қарсыласын оқи бастады. Екінші раундта Жәнібек толығымен қосылып, ауыр соққылармен Батлерді қатарынан 3 рет құлатып, кезекті жеңісіне қол жеткізді. Жекпе-жектен кейін Чарло мен Канелоны қорықпай, шығуларын талап етіп, әрқайсысын ұстап алатынын айтқан еді. 2023 жылдың қазанында Жәнібек екінші чемпиондық белбеуі үшін жекпе-жек өткізді. Оған қарсы IBF чемпионы Винченцо Гуальтери шықты. 21-де 1 рекордына ие неміс боксшысы 2012 жылғы Олимпиаданың күміс жүлдегері Эскибо Фалькаоны төрешілердің шешімімен жеңіп, IBF чемпион атағын жеңіп алды. Бұл жекпе-жек алдында Жәнібек өзінің бапкері Бадима Гирттен кетіп, Брайан Вилорияның қол астына жаттыға бастады. Бұл бапкер боксшы кезінде әуесқойлар арасында әлем чемпионы атанған, ал кәсіпқой боксшы ретінде 46 жекпе-жек өткізіп, бүкіл 4 чемпиондық белбеуге ие болған. Кәсіпқой мансабының басынан келе жатқан бапкерін неге ауыстырады деген сұрақ пайда болған шығар. Тіпті бапкермен ұрыс-керіс пайда болды деген сыбыстар жүрген. Жәнібектің өзінің айтуы бойынша қазақ бокс стилін ары қарай дамыту үшін басқа да бапкерлермен жұмыс жасап, жаңа деңгейге шығу керек. Осы үшін бапкерін ауыстырған еді. Жекпе-жекке қайта оралсақ, Жәнібек пен Гуальтери кездесуі Розенберг қаласындағы бокс кешін басқарды. Бірінші раундтан бастап Жәнібек өзінің темпін алып, қарсыласын жазалай бастады. 5-ші раундта ауыр соққылармен стоячи нокдаунға жіберген еді. 6-ші раундта қарсыласын бұрышқа тақап, сындыра бастады. Сол кезде төреші жекпе-жекті тоқтатып, техникалық нокаутпен жеңісті Жәнібекке берген болатын.
солай Жәнібек Әлімханұлы WBO белбеуіне IBF чемпиондық белбеуін қосып, орта салмақтың көшбасшысына айналды. Дәл қазір Жәнібек Әлімханұлы кәсіпқой бокстағы ең қиын және де ең қорқынышты қарсыластардың бірі. Екі қолынан да ауыр соққыларға ие Жәнібек әр берген сұхбатында қазақ тілінде сөйлеп, әлемдік додада қазақ мүддесін қорғап, тарих жазып келеді. Айтпақшы, ESPN-нің жазуы бойынша Жәнібек Әлімханұлы алдағы 5 жылдықта топ 10 pound for pound, яғни топ 10 ең үздік боксшы қатарына кіруі керек. Осы аптада Жәнібек WBO және де IBF чемпиондық белбеулерін Андрей Михайловичке қарсы қорғайтын болады. Бұл кездесу Лас-Вегас қаласындағы бокс кешін басқарады. Менің ойымша Жәнібек бұл орысты шемішкедей шағып, нокаутпен жеңеді. Басты сұрақ, келесі кім? Жәнібек Әлімханұлы әлеуметтік желіде WBC чемпионы Карлос Адамеспен айқасып келеді. Бәлкім келесі кездесуінде үшінші белбеу үшін жекпе-жек өткізетін шығар деген ойдамыз. Бәлкім бұл Карлос Адамес немесе де Эрисланди Лара. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Қалай ойлайсыздар? Жәнібек Әлімханұлы абсолютті чемпион атанып, Геннадий Головкин ағамыздың орнын баса ала ма? Пікір жазыңыздар. Міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.